өте алмайтын бар мына. Жойқы болып кеткен мынау. Қайық өтіп жатыр еді арадан. Қайық өте алмайтын сияқты болып жатыр. Барлық жерде алмады су. Миялы. Мына қайық өте алмайтын бар да. Қайық өте алмайтын бар мынадан. Болды ғой. Так, кешкі сағат 7:12, 21 наурыз, 23 жыл. Судың деңгейі почти 2 метр болды, асфальтпен бірдей болып жатыр. Ана асфальт құлап, екі ортағына кеңейді. Судың ағыс күші көбейіп кетті вообще. Ана жақтың балдың ар жағының бәрі көл анан. Осыдан шыққан су. Көрші ауыл тұрғындарына, әкімдеріне ескертіліп айтып жатыр, WhatsApp группаларына таратылып жатыр, ертеңдері шықпай ақ қойсын, бәрі қайық өткізілмейді деп. Қауіпті болып тұр. Суды қараңдар. Мынау дамбыр жақ, Ғизат ағаның үй жағы. Келіп тұр уже. Тіреліп тұр, анау Тұрланның заправкасы. Ана биттің бер жағы кетіп қалған. Ана жақта адамдар топ тұр. Қара. Келегейдегі жайпақ кәдімгі, жалпақ кеткен анаумен. Мынау деген, мынау біздің үйге баратын жол. Ана жерде кісілер тұр. Ана жақта кісілер топ тұр. Ана жақта. Су уже өсу қарқыны өте күшті. Мына асфальттың үстінен асып ағатын жақ, мынау үлгере алмай жатыр. Су манағыдай емес, қарқын вообще күшейіп кеткен, қайықты әпсем сылтырып алға қарай әріректен барып шақ өтіп жатыр қайық. Екпіні өте қарқын. Байсеу. Судың келуі мынау. Байсеудің құмға қарай шығатын бөгеті. Мынау Байсеудің екінші жағы, мынау бит жақ. Байсеудің биті жағы мынау. Байсеудің биті. Көрдіңіздер ме? Соның бер жағында үйлер, су дейтін іргеге соғып тұр ғой. Көрдіңіздер ме? Қазір тескен жерді көрсетем. Су дейтін қатты кетіп жатыр. Міне. Мынау Ана көл жақ қой. Көл жақ қой. Байсеудің шеті ғой. Осы жерден, сол жақтан, ар жақтан құйылған судың бәрі Байсеудің жырылған бөгетінен өтіп жатыр. Екі жерден жырылған. Ар жағынан, бер жағынан. Осының бәрі мына биттің қасындағы жыра дейтін жері бар, соған құяды. Сол жыра арқылы барып, мына жерде құмның арасынан кесіп өтіп, қам үскіге құйып, одан әрі жарып шыққанға құяды. Ана жерден қазір көрсетейін. Мына жерден мысалы мына жалғыз талды көріп тұрсыз, осы жерден ары қарай өтеді құмды кесіп. Сосын Қамыскөл дейтін жерге құяды, содан кейін барып жарып шыққанға құйып жатыр жағынан. Жарып шыққан толып тұр дейді. Соңға кетіп жатыр. Ауылдың жағдайы осылай. Мынау көрініп тұрған Жангелдиннің светі ме әлде? Бұлдырап тұрсы көрінбей тұр. Анжик.
Жеке, машинаға кетпейді, қашықтан тез жүрейік. Дауda kesmiştik. Жолға келіп тұр ал жігіттер. Екінші жерден бұзып жатыр да. Мынау Атаның тұсы, мынау высокий столба арғы өтіп өтіп жатқан Ақтөбеге қарай. Судың шеті осы міне бары. Мынау Атағы. Мынау Лесқозың. Осы су шеті жалпы судың екпіні қайтқан. Жаман емес. Ар жақтардың бәрі, келен жақтың бәрі көрініп қалған. Осы жағдай жаман емес шүкір. Мынау шеті. Жағына көп келмеген екен әйтеуір. Мынау Атаның түнек үйі. Мынау почти тауғабаймен тіреп ар жағы қазып түкіргенге дейін мынау совсем жарқырап жатыр. Қара суды қара. Мынау Атаның түбіндегі бөгет. Мынау Лесқоз, қара суының суы. Міне. Ар жағынан Шоңқай көлден де су көрініп тұр, жалпы. Бұлардай тегіс жатпағанмен ана қара судың маңынан екі таға сайдың ортасынан трассының Ши-сайымен, мына жақта Құмөткелдің аузындағы Ши-сай таға сайдың ортасында су бар. Ояғына да шыққан сияқты. Ой жайылып жатыр, көрші ауылдың қойы. Ал су дейтін тамаша. Енді мына жағын айналып қалай метр, сорға қарай құйып кеткен, құймай тұрған. О жағын білмей тұр. Су тегіс жатыр. Сарыбас түгелдің тегін салыпты. Міне, қазір түгелге қарай. Су дейтін керім шыққан екен. Шабындық болатын түрі бар, қорыса. Бірақ енді мал жайылатын жер ғой ел қалықтың. Оған үйлеспейтін шығар. Атаның үйі, неге ата. Осы қазір жіберейік. Қоздың талы ата жақ бетінен түсіріп тұрмын. Мына жері қара судың үстімен, мына жері жалпақ жатыр екен жақсы. Тегіс жатыр су, көрініп тұр ғой. Мына жағы мынадай. Осы ауыл жақ мынау. Высокий столбаға дейін келіп тұр ғой судың шеті. Осы су. Лесқоз. Мынау қосу бар, жалпақ деп тұрған. Шеті мынау. Жақындап келіп түсіріп жатырмын.
Ha? Батып қалыпты, мен бұл кіріп кетіп жатыр, доғалақтарын көрдің ба? Көрдім. Не болғанда көтерілген бе, түскен бе? Ойнап жүрмеді. Мына бәйсеу. Мына жерден түнімен жүріп осыны көтерді міне. Енді осыдан әрі қарай барып, қамыс күлге қиып жатыр міне. Дамбыларын қазір ұстап тұр. Эфир қайда, эфир? Мынау Ысқата могильник, мынау бәйсеу жақтағы. Су. Судың басын айналып, біздер осы сияқты зерттеп қарамақпыз енді. Мына бұл жер су бар, байқа. Кішкентай жырадан келіп өтеді. Смотри. Ассалаумағалейкум. Қанша өтек қойып қойған. Бұл жерде мынау жолды қуалап, Қосырға кетіп бір атыр екен, осы жер бітілген. Жетпеген жоқ қой. Бір аңды. Мынау Миялы су осы жермен жайылып аққан, айналып келе жатырмыз. Біз қазір Миялының шағыл жақ бетінде тұрмыз. Мына тұрған бит, оның айналасына дамбы соғылған. Барып қарады, түнімен дамбы соқты. Енді қазір қараңыз. Су осы жерменен мына қамыс көлге қарай кетіп жатыр, мына аралап. Енді қазір біздер мына Миялдан шағылды қуалап, мына қамыс көлге кетіп жатқан нағыз тұсында тұрмыз міне. Осы жерден ағып жатыр міне. Мынау Миялы. Міне осы дейді, мынау қамысы осы жыңғылдың жыңғылты сайменен мынау әр жағында қамыс көлге құйып жатыр. Судың ағысы жақсы, өзінің қотымен кетіп жатыр. Мына осы жерден ағып жатқан судың несі, объемы, ана жырып кеткен жақтың объемынан көп пе, аз ба? Мынау көп болатын болса, қауіп жоқ. Мынау көп қой да? Көп қой. Өтуі көп. Онда ана яқты, біздің Жәнгел жақта арна аз болатын болса, онда қауіп жоқ. Егер мына жерде мынау аз болып, әр жағы көп болатын болса, қауіп бар. Көп қой да? Міне өздерің мөлшерін қазір біз реально түсіріп тұрмыз. Мынау Миялдың тұсынан жаңағы қамыс көлге ағып жатқан жер міне. Ал енді осы жердің
Мына қанша метр болады осыдан, мына осы бастан анаға дейін? Қой, 100-ің көп болар. 150 метр, 200 болып қалады. 200 болады мына. Міне, осы жерден бастап ар жақ басына дейін 200 метр көлемінде қатты сарқырап ағып жатыр. Bir stadionның шеті болады. Иә, бір стадион мол. Міне, осы қатты ағыспен ағып жатыр. Бұның кетуі шапшаңдығы да міне шуылдап өздеріңіз естіп тұрсыңдар, міне. Күшті. Бұл анау Жангелдинге қарай кетіп жатқан Миялы Қарабау Индер тас жолының ана бұзып кеткен жерінен бұл жердің кету жаңағы жылдамдығы судың өткізгіштігі жоғары екен. Бұл не деген сөз? Бұл Миялының мына Қарасу бетіндегі мына сулардың бәрін кері сорып алып кетіп, Миялыға қауіп төндірмейді деген сөз. Солай емес пе? Айта аламыз ғой, енді мынаны көргеннен кейін біздің кішкене көңіліміз басылып тұр. Бұлай айтқанда мына осыншама 200 метрге кеткен су, мына бәрі кетіп жатыр. Ана алқап қой. Ана қай алқап? Ана иттен ана көрсең бәрі аңғар ғой енді. Иә, аңғар ғой. Мына жаққа ителіп, сосын былай әкеліп айдап. Иә, айдап жатыр ғой. Мынау енді қазір қараңыз, мына тұрған бит. Міне бит. Ана бәрі деген қайтса. Көп су. Мына аңғарменен бәрі жаңағыдай мына Қамыскөл кетіп жатыр. Енді қауіп, енді Миялыдан сейілуі мүмкін ғой, айта аламыз ба? Айта аламыз. Айта аламыз. Манағы жер болмаса, мана кірпіға кіріп кететін жер болмаса, анау бұзылса онда. Енді бұл жерден тек қана қауіп ана кірпі түнімен жұмыс жасап, ана кірпіні көтердік қой енді. Кірпіні көтердік, сосын жаңа сол жерге биіктетті. Анау айналма жолдың тұсындағы ненің тұсынан ана кірпіға қауіп болуы мүмкін, сол жерді ғана көтеруіміз керек. Басқа жерінен енді су енді ол түседі. Міне былай айтқанда Миялыға қауіптен кішкене сүйін деп тұр. Миялыға қауіптен уже қауіп енді алда бар. Қауіп енді алда. Мына кешен кетті ғой, енді Аққораға кетті. Мына Аққораны тұтас алып кетуі мүмкін, мына сулардың бәрі. Бәрі енді мына Миялының тұсынан өтіп, мына Тайсоғанға қауіп болуы мүмкін. Солай емес пе? Иә. Аққораны қоршап тұрмасы ғой. Иә, кеше кетті. Жыңғылдардың түбін тазартып жатыр, қараш. Мынандай батып тұрған жыңғылдар ғой, құмға. Иә. Біз енді алдында Миялыда жүргенде алды тіреліп тұрса қауіпті, негізі мына жағадағы кешегі жиналған судың барлығы сол енді осы жерменен төмен қарай кетіп жатыр. Ол Бейсестің Жаңқабайдан да ағып жатыр ғой. Иә. Ол әрі қарай алда ашық тұр. Енді Бейсестің несі дамбысы болмағанда ол ары қарай өтіп кететін еді, суылдап. Бейсестің дамбысы бар емес, соған су ұстап тұр ғой енді бұлай. Иә. Үстіне жүріп кеткен бар ба? Жоқ, бер жағынан жүріп кетті деді ғой. Сатиттердің үйі қалды ма? Білмедім. Иә, алдында салып атты ғой. Енді мына Миялының айналасында дамбыларын соғылған көрдік. Енді пик болды, енді ол пик жайлап түсу керек деп есептейміз мына жермен. Енді Миялылықтар қауіп төнбеуге болады. Осымен енді мына Зұлқарнай құрдасымыздың машинасымен осы сияқты қарап келген болатынбыз. Тыңдағандарыңызға рахмет. Енді мынау өздеріңізге барлығын айтып жатыр қой. Ендігі қауіп мынау елді мекендерде болуы мүмкін. Аққора, Тайсоған жағында. Миялының тұсынан енді көп су кеше қауіп төндірді 1-2 күн. Енді жаңағы жайлап бүгін таңертең барып қарағанымызда жаңағы мына тас жолдың бойы да қатты ағыс түскен, теңескен. Енді жаңағы мына жиналған судың бәрі төмен қарай кетіп жатқанына міне өзіміз куә болып тұрық. Солай емес пе? Тартып.
Жақсы, енді мына суды жақсы тартып жатқанын көзіміз көріп тұр. Ал енді тыңдағандарыңызға рахмет. Биялықтар енді қиналмауға болады енді. Кішкене алды кетіп жатыр. Мынау тас жолдың бойынан аққан су, мына жақтан аққан судан, мына жақтың осы мына Қамыскөлге кетіп жатқан судың көлемі көбірек. Бұл не деген сөз? Мына бүкіл жиналған судың бәрін сорып кетеді, төмен қарай ағылып кетеді, Миялыға қауіп сейілтуге болады. Тыңдағандарыңызға рахмет. Мына шағылды кесіп өтіп, Миялының тұсындағы. Мына сіздерге көрсеттім. Енді мына кесіп өтіп біз Қамыскөлде тұрмыз. Мынау Миялыдан аққан су осы жерге құйып жатыр. Осының бәрі түгел бұрынғы Қамыскөл деп аталады. Солай ғой, иә? Міне. Жаңағы мына қырдың ар жағынан құйып жатыр ғой жаңағы. Иә, ана. Иә. Мына жерді толтыртты ғой. Мынау деген қайтса. Бұл енді осы жарып шыққанға құйып, жарып шыққан әрі қарай қуалап құйып отырған жері. Мына столбаң жет жарып шыққан ғой. Аққора ар жақ. Аққора. Бұл жағы қуалап барып Ералың неге бесесігін нетеді. Нормальды сөйлейді. Біз Қамыскөлде тұрмыз. Қамыскөл дейтін толық әлде жаңа құйып жатыр. Одан төмен қарай жарып шыққанға қарай кетіп жатыр. Осы судың бәрі мына Тайсоған сіздерге барады. Тайсоғанның басында қауіп төнуі мүмкін. Су өте көп. Әлі Миялыдан сәл-пәл ғана кешеге қарағанда түсті. Миялының анау бірақ әлі қауіп бар. Неге десеңіз, оны жоғары жақтан қаншалықты су әлі де келетін болады ол. Пик түскенмен де бірақ ол су дейтін көп келіп жатыр. Миялының тұсында Сарбасты көл, Лесқоздың тұсы бәрі судан толып тұр. Біз айтымыз керек, былтырда су көп болды, бірақ дейтін мынау Ералыны Тайсоғанға су шығарамыз деп жасырат жоқ. Ералыны көпке дейін ұстап тұрып сөйттік. Ал енді биыл Ералының барлығы ашық тұрғанның өзінде мынандай су келіп жатыр. Биылғы судың көптігі өте көп. Және 1993 жылғы судан да бұл көп су деп есептейміз. Бір қайтып келе жатырмыз. Манағы түсірген жеріміз осы жерде. Мына Байсеудің қасында тұрмыз. Бұл жерге дамба мықтап соғылған, түнімен соқты осы жерге. Қазір жағдайда су түсіп жатыр, алды кетіп жатыр. Мына Байсеу. Бір қалып тұр су. Алды жақсы кетіп жатыр. Келіп атқан сумен есептеген мезгілде енді қауіптің беті сейілу керек деп есептейміз. Мына қазір аэропортта тұрмыз. Су деңгейі кешеге қарағанда, түнгі қарағанда түскен. Міне қараңыздар, судың деңгейі түсті.
қауіп сейілді деп айтуға болады енді. Мұны түнімен салған жеріміз сәл қайту бар, жайлап түсіп жатыр. Кеше мына жерде тұрған мынау сымның жоғары 80, мына жерде 80-ге келіп тұрды. Бүгін түскен. Мұна неше 1 метрге жақын 80 болып тұр. Бүгін 40 көрсетіп тұр. 40-50 сантиметрге судың деңгейі түскен. Iya. Iya, жоқ 40, iya. Қай жер? Iya. 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 Bir саусақты бір елді түсіпті. Нешеде келдің? 9-да. Жоқ 8-де келдің. 8-ден кете келдің. Келмем, мына құлап отыр екен бұл жерде таяқ. Әкелме тық қойдым мына. Жоқ, ана әр жағынан көріп тұрған, ана меткін әдейі салып қойып тұрған. Біліп тұрмын ғой, мына бәрдің тыққан мүлде неше сағатта түсіп тұр. Біздер енді түнде қорқып, ана аяқта дамы соқтық қой енді. Түннен бері, кешеден бастап уже түсе бастаған болып тұр ғой. Кешеден түс қайтайтын жерден ана жермен қатынап тұрды анамен. Ой, мынау дейтін жоқ болады, міне бітіп кетеді. Иә. Жоқ, артта су бар, бірақ енді мынандай пик болмауы мүмкін ғой енді. Мынандай пик болмауы мүмкін. Уже алды кеткесін уже. Осымен енді миялықтарға қауіп жоқ деп есептейміз. Сосын бәрін түсіріп отырық. 40 сантиметрге түскен.